Актриса Амина Өмірзақованың естелігіден. Күндердің бірінде киностудияда Шәкен ағамен кездестім. Жай-жапсарды сұрастырғаннан кейін Шәкен аға, мен әдейілеп тұрып саған сценарий жаздым. Комедиялық туынды, басты рөлде сен ойнайсың, деді. Тақиялы періштедегі Тана жеңгейді рахаттанып тұрып ойнадым. Себебі ол кезде екі ұлым үйленбеген еді. Шәкен ерекше жан еді. Шәкен маған ана деп өте қамқорлықпен қарады. Күйеуім қайтыс болып, 3 баламен қалғанда қолынан келген көмегін де аямады. Түсіру алаңында маған ешқашан ескерту жасаған емес. Көкейіндегісін былай істесек қайтеді деп жеткізетін. Кісілік келбеті де айрықша еді. Әзіл қалжыңды да алдына жан салмайтын. Бірақ мені сыйлағаны соншалық маған қалжың да арнамайтын. Шәкен марқұмға күлкім қатты ұнап кетті. Бірде Шәкен ағаның кісіней бергенше адам деген бірдеңені таппай ма екен деген сөзін естіп алдым да, Құдай-ау, күлкіде сөз болып па? Күл десеңіз күліп берейін дедім де, дәл құлағының түбінде тұрып алып, айғайлап күліп жібердім. Күлкі жағына барыспайық ағасы, сізге әлі күлкінің әкесін көрсетемін дедім. Сонда ол, әй Амина, жарайсың деп мәз болды.